Сәлем, сендермен сабақ онлайн және мен Аиза оқу сауаттылығы пәнінің мұғалімі. Оқу сауаттылығы ол ең оңай пәндердің бірі болғанымен, оқушылар дәл осы пәннен бірнеше ұпай жоғалтып жатады. Бүгін біз жылдам оқу тәсілдері арқылы қалай ұбт-да оқу сауаттылығы пәнінен 10-нан 10 балл жинаудың тәсілдерін көрсететін боламыз. Бірінші кеңес: мәтінді емтиханшы сияқты оқу. Бәріміз мәтінді жай ғана оқырман сияқты басынан аяқ жылдам оқып шығумен ғана шектелеміз. Бірақ егер біз мәтінді емтиханшы сияқты оқитын болсақ, онда біз мәтіннен кілт сөздерді теріп алып, ұсақ детальдарға назар аударуымыз керек. Сол таңдап алған кілт сөздеріңді жаттап қалсаңдар, онда сендерге мәтінді талқылау әлде қайда оңай болады. Екінші кеңес: әр абзацтың басты идеясын тапу. Мәтіннің ішінде адасып кетпеудің ең оңай жолы ол бұл абзацта не туралы айтылған деп өз-өзіңе сұрақ қою. Бұндай жағдайда біз ұзақ мәтіндерді оқыған кезде әр абзацқа қысқаша атау беріп отырсақ, онда бас жағында не айтылғанын соңғы жолдарға келген кезде ұмытып қалмаймыз. Осылайша біз әрбір абзацты тармақтарға бөлу арқылы жалпы толық мәтінді оқып шыға аламыз. Үшінші кеңес: әртүрлі жанрларды оқып үйрену. Тек қана кітаптарды ғана емес, ғылыми мәтіндерді, публицистикалық жанрларды, газет, мақала, очерк сияқты әртүрлі жанрларды оқып үйрен. Бұндай жағдайда сен ұбт-да кездескен әртүрлі жанр мәтіндерін жылдам түсініп аласың. Және де егер де сенің оқыған мәтін жанрларыңның әртүрлілігі неғұрлым басым болса, соғұрлым сенің таным көкжиегің кеңірек болады. Егер де сен кітаптарды оқып танысқың келсе, онда біздің сабақ онлайнда алда ашылатын кітап клубына қосылу. Төртінші кеңес: жылдам оқу тәсілін меңгеру. Уақыт ол кез келген емтихандағы ең құнды ресурс. Егер де ұзақ мәтіндерді оқыған кезде көп уақытыңды тек қана оқу сауаттылығы пәніне ғана жоғалтып алғың келмесе, онда жылдам оқу тәсілін меңгеру өте маңызды. Әдеттегідей мәтінді басынан аяқ созып оқып отырғанның орнына алдымен мәтіндерді көз мөлшермен бірнеше абзацтарға бөліп аламыз. Одан кейін мәтінді үйреншікті горизонталды түрде емес, вертикалды, яғни тігінен оқып шығамыз. Бұл дегеніміз мәтіндегі ең маңызды сөздерді жиып алудың ең оңай тәсілі. Алдымен мәтіндердегі жолдарды оқимыз, кейін жолдарды бірнеше тармақтарға көз мөлшермен бөлеміз және солардың ішіндегі кілт сөздерді теріп аламыз. Осылайша біз толық мәтінде не туралы айтылғанын бірден түсініп аламыз. Бесінші және соңғы кеңес ол сынақ тесттерін шешу. Әдеттегідей жай ғана сынақ тесттерін шешіп қана қоймай, оларды талқылауды үйрен. Тестті шешіп болғаннан кейін олардың жауабына қара. Өзіңнің дұрыс емес жауаптарыңа қарап, мен неге дәл осы нұсқаны дұрыс деп ойладым деп өз-өзіңе сұрақ қой. Осы тәсіл арқылы сен өзің жиі қайталайтын қателіктерді жоюға көмектесесің. Соңында айтарым, оқу сауаттылығы ол жай ғана пән емес, сенің өмірде ақпаратты дұрыс түсініп, дұрыс қорытынды жасау, сыни ойлау қабілетің. Сондықтан оқу сауаттылығын тек ұбт үшін ғана емес, өзің үшін оқығаның дұрыс.